Құрметті ағайындар, бауырлар, достар. Мен 1970 жылы 1-ші сыныпқа Алматы қаласындағы нөмірі 94-ші мектепке бардым. 1978 жылы үйге қонақ болып, әкемнің бір досы келді. Өзі білім министрлігінде жұмыс істейді екен. Әкемен сөйлесіп отырғанда, физика-математика бағытында республикалық мектеп бар екенін, ол жерге жақсы оқитын және математика мен физикаға қабілетті балаларды қабылдайтынын айтып, мені сонда беруге кеңес берді. Ол кезде 94-ші мектепте оқып жүргенде оқу озаты болдым. Барлық сабақ оңай болатын, оған қоса көзге көрініп алған соң жақсы оқитын оқушы деген беделім бар, аса беріліп оқымадым. Сондықтан, шынымды айтсам, онша қиналмадым. 1978 жылы РФМШ-ға, яғни Республикалық физика-математика мектебіне ауысқанда, әрине басында үйреншіксіз қиындау болды. Өйткені біріншіден менің сыныптастарым РФМШ-да менен бір жыл бұрын 7-ші сыныптан бастап оқыды, ал мен 8-ші сыныпта келдім. Екіншіден, бұрынғы мектебімде сыныбымның алды болып, үздік оқушы болып үйреніп қалғанмын. Ал мұнда менің білімім басқалардыкімен салыстырғанда айтарлықтай болмай шықты. Есімде, алғашқы ата-аналар жиналысы болғанда, біздің сынып жетекшіміз физика пәнінің мұғалімі Кем Виктор Иванович ата-анама менің білімнің төмендеу екенін, мені мектептен алып кеткен дұрыс боларын айтыпты. Былайша айтқанда оқи алмайды депті. Менің мінезімді білетін ата-анам үйге келіп, "Олым, саған ол мектептен шығу керек шығар. Жиналыста үлгерімің нашарлау, ары қарай алып жүруің қиын болар" деп айтты, деді. Бұл маған ауыр соққы болды. Сол күннен бастап бүкіл ойынды қойып, сабаққа кіріскенім есімде. Таңнан кешке дейін үйде отырып, сыныптастарыма мәлім, олар білетін, ал мен өзім білмейтін нәрсенің бәрін оқып үйренумен болдым. Бағына айтылған ата-аналар жиналысы 1-ші 90-ның соңында болған еді. Ол 90-да мен физикадан 3-ке шықтым. Ал келесі 2-ші 90-да физикам 5 болды. Физикадан сол 5-тік баға оқу бітіргенше өзгерген жоқ. Оған қоса басқа сабақтардан да, математикадан, басқа да жаратылыстану пәндерінен 4 пен 5-ке оқитын оқушылардың қатарына кірдім. Мектепті 1980 жылы бітірдім. Мен республикалық физика-математика мектебін бітіріп шыққаннан соң, әкемнің заң ғылымдарының докторы болғанына қарамастан, логикалық тұрғыдан ойлап қарағанда, менің бір ғана жоғары оқу орнына, Казгудың физика факультетіне түсіп оқуым керек. Мен осы жоғары оқу орнына ешбір қиындықсыз түстім. Біріншіден, ол кезде физфакқа қабылдау конкурсы қатаң болмайтын. Қазір де аса қатты өзгере қоймаған шығар деп ойлаймын. Оқуға түсу конкурсы аз болғандықтан, бұл факультетке түсу аса қиынға соқпады. Екіншіден, физмат мектебінде алған біліміміздің арқасында емтихандарды еш қиналмай тапсырып шықтық. Әлі есімде, математикадан жазбаша емтихан тапсыру кезінде Ғалым Назаров екеуміз 15 минут ішінде берілген тапсырмалардың бәрін орындап, жазбамызды тапсырдық та шығып кеттік. Ал бұл емтиханды шығаруға қателеспесем 1,5 сағат берілген болатын. Сөйтіп, 15 минуттан кейін біз сыртқа шыға келгенімізде тосып тұрған ата-аналарымыз қасымызға келіп, "Не болды, сендерді шығарып жіберді ме?" деп сұрақтың астын алды. Біз жоқ, біз берілген есептердің бәрін шешіп шықтық
жоқ десек, қалайша сенімдісіңдер ме, 15 минут қана өтті ғой, мүмкін қате шығарған шығарсыңдар деп уайымдады. Ал біз жоға қате шығаратын несі бар, тым қарапайым мысалдар болды дедік. Біз сол емтиханнан 5 деген баға алдық. Біздің көптеген болашақ курстастарымыз 1 сағат бойы шешкен есептерді біз физматтың берген білімі арқасында 15 минутта шешкенбіз. Физика пәні бойынша жазбаша да, ауызшасын да оңай өттік. Осылайша 80-ші жылы Қазақ мемлекеттік университетінің физика факультетінің студенті атандым. Мен Қазақ мемлекеттік университетінде 83-ші жылға дейін оқыдым. Негізінен университетте де озат болдым. Барлық пәнді 5-ке оқыдым десем де болады. Ал 3-ші курсқа келгенде, әдетте осы кезге дейін жинаған беделің енді саған қызмет ететіндіктен, сабақта аса қатты қинала қойған жоқпын. Республикалық физматтағы алған біліміміз мұндағы білімнің негізі болды. Және кейбір тақырыптарды сол мектеп кезінде де өтіп қойғандықтан, және бұған қосымша талдай білу, әдебиетпен жұмыс істей білу дағдысы Казгудың физфагіндегі оқуды едәуір жеңілдетті. Сонымен 3-ші курстың басында күзде кейін оқуымды Мәскеуде жалғастыруға мүмкіндік бар екенін айтып ұсыныс жасады. Онысында бастапқыда қарсы болдым. Басқа жаққа барғым келмейді, Алматыдан кеткім жоқ, оған қоса жатақханада да тұрғым келмейді деп бас тарттым. Досым Ғалым Назаров та бас тартыпты. Бір айдай уақыт өткен соң Казгудың физфагінде бәрі үйреншікті болып қалғанын түсіндім. Мұндағы бір сарынды өмірден жалықсам керек, оқуға деген ынтам да жоғала бастады. Деканатқа бардым да, Мәскеуге оқуға жіберу туралы ұсыныс әлі де өз күшінде ме деп сұрадым. Олар таңғаларлығы әлі де күшінде. Себебі студенттерді жинауға арнайы келген кісі, академик Мигдал, Алматыдан студенттерді іріктеп алып кету үшін ғана емес, өзі де біраз уақыт тауға шығып, тауда өткізіп қайтсам деген оймен келіпті. Ойындағысын іске асырып, Мәскеуге енді қайтпақшы. Әлі 3-4 күн Алматыда болады, сондықтан сендердің де мүмкіндіктерің әлі бар деген сөз. Деді. Біз академик Мигдалмен кездесіп, сөйлестік. Ол бізге реферат жазуды тапсырды. Рефератын жазып бердік. Кейін біраз уақыттан соң Мәскеу инженерлік физика институтына түскеніміз туралы қағаз келді. Сөйтіп, 80-ші жылдың ақпанында Мәскеуге келдік. Бұл жоғары физика мектебінің арнайы физика факультетінің негізгі идеологиясы мынадай еді. Республикалар мен Ресейдің шет аудандарынан 1-2 үздік студенттерді іріктеп алып, арнайы физика факультетінде жеке бағдарлама бойынша білім береді. Арнайы білім алған студенттер кейін өз отандарына қайтып, жаңа ғылыми мектептердің негізін қалауы тиістін. Яғни жергілікті ғылымға қатысты дүниелер сол ғылыми мектептердің аясында жинастырылып, яғни біздің мысалымызда Қазақстанның жаңа ғылымын қалыптастыру керек. Арнайы физика факультеті осындай мақсатта құрылған болатын. Факультеттің деканы академик Басов деген кісі болатын. Ол Нобель сыйлығының лауреаты, лазерді ойлап тапқан ғалымның бірі, әрі ғылым академиясы физика институтының директоры еді. Арнайы физика факультетін құру мәселесін де осы кісі көтерген. Жалпы курста 24 студент оқыдық. Әр сабақ курстарына орта есеппен 20-дан 26-ға дейін адам қатысатын. Бұл бүкіл курста. Біз Мәскеуге келгенде, Түркмен университетінің бір абитуриенті Мәскеуге келіп оқудан бас тартқанын білдік. Яғни, бір орын бос. Ғалым Назаров екеуміз соны ести сала деканатқа жүгірдік. Деканның орынбасарын босаған орынға Қазақ мемлекеттік университетінің тағы бір студентін алуға көндірдік. Сөйтіп, араға бір ай салып, біздің қатарымызға 3-ші болып Мұхтар Раблязов қосылды. МИФИдағы оқу әрине біздің Казгудың физфагындағы оқу жүктемесінен әлде қайда өзгеше болды.
Біріншіден, оқу таңғы 8:45 шамасында басталып, кешкі 6-ларға дейін жалғасатын. Арасында түскі үзілісі бар. Сонда аудиториялық сабақтардың өзін аптасына 40 сағат оқимыз. Оған тағы бітпейтін үй тапсырмалары мен семинар сабақтарын қосыңыз. Енді өзіңіз елестетіп ойлап қараңыз. Сізге жалпы 24 студентке ғана лекция оқылады, және лекторлар, Нобель сыйлығының лауреаттары, мемлекеттік сыйлық иегерлері, Ленин сыйлығының лауреаттары, оқулықтардың авторлары, тағысын тағы. Қазіргі оқу ақысымен есептер болсақ, бізге берген білімнің құны қыруар қаражат талап етеледі. Бірақ ол кеңес үкіметінің кезі. Ол кезде оқу толықтай тегін. Біз сондай мықты кісілермен сөйлесіп, басқаша айтқанда, нағыз сала ізашарларынан тікелей білім алдық. Лектор 24 адамға ғана лекция оқығанда, әрбір лекция семинар сабағына айналып кететін. Яғни, лектор мен студенттер арасында тікелей байланыс болады. Біз пікір алысып, ойымызды білдіретінбіз. Лектор әр студенттің қарымын бағалайды, қабілетін таниды. Лекциясын кез келген жерден үзіп, сұрақтар қоя алады. Мәселен, сендер осындай қиындыққа тап болдыңдар делік. Бұл мәселені қалай шешер едіңдер дейді. Одан сенің ойың қандай, ал сен не дейсің? Бұл мәселен сен қалай шешер едің деп жеке-жеке сұрап шығады. Басқаша айтсақ, біз сол оқулықтардың авторларымен, ғалымдармен бірге олардың басынан өтіп, нақты шешім қабылдаулары керек болған, сол уақытта, сол жағдайда жүргендей болатынбыз. Олар да бір кездері физиканың түрлі мәселесімен, өндіріс мәселелерімен бетпе-бет келіп, солардың шешімін іздеген. Сол кездегі жауап іздеген сұрақтарын, ал сіздер қайтер едіңіздер деп бізге қоятын. Біздің жауаптарымыз арқылы ойлау деңгейімізді бағалайтын. Ойлау бағытымызды түзетіп, сұрақты басқаша қоятын. Бастапқы деректерді өзгертіп те сұрайтын. Яғни, олар бізге дұрыс ойлануды үйретті, және ол осы оқудағы ең маңыздысы болды. Бұл лекциялар, қалай айтсам екен, бір жай лектор келіп, лекциясын оқып, білімді тек бір механикалық түрде бере салып, кетіп қалатын, артқы қатардағы студенттер ұйықтап отыратын лекция емес. Жоқ, мұндағы әрбір лекция қызу пікірталаспен өтетін. Оған қоса, ондағы жүйенің өзі қиын. Бізге түрлі есептер беретін. Есеп болғанда да бір беттік оңай есептер емес. Бір ғана есептің шығарылуына, яғни есептің шешуін жазудың өзіне қалың 48 беттік дәптер кетіп жататын. Бір ғана есептің өзі. Апта сайын сондай бір есеп береді. Оны уақытында тапсырып үлгермесең, коллоквиумға жіберілмейсің, ал коллоквиум тапсырмадың екен, сынақ тапсыра алмайсың, яғни емтиханға өтпейсің. Ендеше автоматты түрде оқудан шығасың. Оқу жүйесі сондай күрделі болғандықтан, жүйелі түрде, күнде дайындалу керек болатын. Шартты түрде алсақ, бір тапсырманы уақытында орындамай қалсаң, келесі аптада 2 тапсырманы орындауға тура келеді, және бұл бір ғана пәннен емес, барлық пәннен солай. Бұрын біз сессия кезінде 6-7 емтихан тапсыратын едік. Кеңестік кезеңде бір сессия уақытында 7 емтиханнан артық болмау керек дейтін норматив болатын. Ал мұнда тапсырар емтихан саны тіпті көп болатын. Сондықтан кейбір салыстырмалы түрде оңайлау ғой деген пәндерді, мысалы политэкономия сияқты басқа да кейбір гуманитарлық пәндерді сынақ аптасының уақытында, яғни зачет кезінде сессиядан тыс тапсыратынбыз. Сол кездері студенттер арасында сопромат тапсырсаң үйлене бер дейтін сөз болатын. Ол кезде инженер физик болғандықтан біз де сопроматты оқыдық. Бірақ оның емтиханын сессиядан тыс тапсыратынбыз. Яғни біздің факультетте сопромат бір аса маңызды қиын пән ретінде есептелмейтін. Политехте оқитын студенттер сопромат тапсырсаң енді үйлене берсең болады деген естігенде, шыны керек, неге бұлай айтады екен деп таңғалатынмын. Өйткені сопромат, білмеймін, мысалы кванттық электродинамикамен салыстырғанда оңай әрі жеңіл пән болатын. Біз қосымша басқа да пәндерді оқитынбыз. Физиканың теориялық және математикалық физика деген сияқты бөлімдері қарастырылатын. Ол жақта, яғни толығымен абстракция. Басқаша айтқанда, лектордың айтқанын қарапайым тілмен түсіндіріп берудің өзі
соншалық қиын болатын. Соған байланысты неше түрлі қызық жағдайлар да болып тұратын. Бірде мынадай оқиға болды. Лекторымыз өте танымал, оқулықтың авторы болатын. Сол кісі кіріп, сабағын бастамастан бұрын, балалар, мен лекция оқып жатқанда түсініксіз жері болса, аяқтарыңды тарсылдатыңдар деді. Содан лекциясын бастап, барын тасымен тақтаға жазып жатты да, міне, мына формуладан кейін сәл түрлендірулерден соң мына формула шығады деп, келесі формуланы жазды. Ал біз ол формуланың қайдан шыққанын түсінбей отырып қалдық. 5 минут өтпей-ақ бәріміз аяқпен тарсылдата бастадық. Лектор бізге бұрылып, балалар, не болды? Қай жерде қалып қалдыңдар деді. Біз, анау жерде бірнеше түрлендіруден кейін мына формула қайдан шықты дейміз. Лектор, бұл айдан анық қой деп, соның айдан анық екенін 3 тақтаға толтырып жазып дәлелдеді. Сонда ол сол есептеулердің барлығын ойша есептей салады да, бізді де өзі сияқты түсініп үлгеріп, бірге ілесіп отыр ғой деп ойлаған. Айтпағым, осындай да лекторларымыз болатын. Жалпы айтқанда, біздің мифиде алған біліміміз бен көрген өміріміз бізді ойлана білуге, талдай білуге үйреткен бір зор мектеп болды. Оқуды бітіріп, мемлекеттік емтихандарды тапсырып, диплом жұмыстарымызды қорғап шыққаннан соң, деканымыз академик Басов сөз сөйледі. Ол кісі былай деді. Біздің сіздерге үйреткіміз келген ең негізгі, біздің бағдарламамыздың өзегі болған нәрсе ойлануды, шешім табуды, талдай білуді үйрету. Есептің қай тараудан алынғаны маңызды емес. Біз сіздердің бойыңызға кез келген мәселені шешудің алгоритмін сіңірдік. Керек формулаларды анықтамалықтан тауып алуға болады. Алайда ойлана білу дағдысын ол жерден ала алмайсың. Сіздер алған білімдеріңізді физикада ғана емес, адамзатқа қатысты мәселенің қай-қайсысын шешуде барлық жерде қолдана аласыздар. Сіздер біз үйреткен ойлану дағдысын бойға сіңірдіңіздер. Әйтпегенде 5-ші курсқа жетпес едіңіздер. Ол кісі дұрыс айтыпты. Кейінгі өмірімізде біздің электродинамиканы, немесе Шрёдингер теңдеуін, немесе Максвелл теңдеуін білмегеніміздің маңызы болған жоқ. Есесіне ойлану, ойлана білу, талдау, мәселені бөліктерге бөліп шешу дағдысы меніңше бизнесте де және жалпы өмірде көп пайдасын тигізді. Түптеп келгенде, осы дағдылармен кез келген саланың мәселесін шешуге болады. Ең бастысы, қажет біліммен қаруланып алуың керек. Мәселен, сен өзіңді қызықтырған салаға қатысты 2 айдай ақпарат жинайсың, ізденесің, содан мифиде сол арнайы физика факультетінде алған біліміңді, ойлану дағдысын іске қоса отырып, белгілі бір мәселелерді шешесің. Жалпы алғанда кейін бизнесте де, қай жерде болмасын, бетпе-бет келген мәселелерді шешуде ешқашан абыржыған жоқпын. Себебі, тағы да қайталап айтам, бұл дағды сол оқу кезінде қалыптасқан дағды болатын. Студент кезімде физик теоретик болғанмын. Мен туралы, бұл атом саласында мамандығы бойынша істеді ғой деп жатады. Шындығына келсек, мамандығым бойынша емес. Өйткені мен физик ядрошы емеспін. Әрине, ядролық физиканы білемін. Курста ядролық физиканы пән ретінде өттік. Бірақ мен лазер және заттар мен лазерлердің өзара әрекеттесуін зерттедім. Менің мамандығым радиофизика және кванттық физика болатын. Ал менің бітіру жұмысымның, яғни диплом тақырыбым, 2 фотонды резонанс кезінде эхосигналдардың уақыт фазасындағы сипаттамалары. Яғни сәулелердің заттармен тікелей өзара әрекеттесуі туралы. Және бұл тақырыптың ядролық физикаға түк қатысы жоқ. Мәскеу инженерлік физика институтының берген білімі мен дағдылары маған Қазатомпром компаниясын дағдарыстан шығару кезінде пайда болған мәселелерді шешуге, сонымен қатар республикамыздың атом өнеркәсібін дамыту стратегиясын жазу және оны әлемнің алдыңғы қатарлы өнеркәсібіне шығару кезінде көп көмектесті.
Сонымен білімім, мектеп пен институттағы жылдарым туралы видеом осымен аяқталады. Жаңа эфирде жүздескенше сау болыңыздар, аман болайық.